біреулер сияқты оқып қалдық. В общем, көріңіздер. Ишандар тек қожалардан шығады. Софылар да сондай. Ал қазақтан шыққанды молда деп айтады. Бір бекет бар қазақтан шыққан мысалы. Қалған барлық қожадан шыққан. Көбісі Арыстан баб, мысалы сахабамыз болатын болса, оның шәкірті Қожа Ахмет Яссауи қожа. Қаншама әулиелерді қожада. Қорасан бабтың өзі қожа, Бабақ Шаш Разиз, Қылауыз қожа бар, қожа. Ишандар барлығы да өте білімге, ілімге өте мықты болған. Бір Құранмен сүрені айтқан кезде өзеннің өзін ағып жатқан өзін теріс ағызатын ілімі болған. Жындыны сау қылып жіберетін, жынын суырып алатын молдалар болған. Ондай молдалар қазір жоқ қой. Неге? Қожалардың да бір азайып кетуі, шынайы қожалардың. Түрімен ғана емес, менің түрім қожа, бірақ мықты ишан емеспін, ілімім жоқ. Соның азайып кетуі қазір. Қазақтан алып қойды да аталарымыз. Қазақстан алып қойды да аталарымыз. 300-ден алып қойды. Біреу Найманнан алады, біреу Албаннан алады. Сөйтіп қан бұзылды. Ал қазақпен араласқан болатын болса, олардан ишан пайда болуы өте қиын да. Қазір қожалардың көп жігіттері қарадан алып жатыр. Қарадан алып жатыр. Біле, бұл аузыма ренжімеңіздер да, бірақ боқтауға тура келеді. Әбжаппар, қай ғасырда жүрсің? Мен біздің әншілердің до такой степени деградацияға ұшыраған екеніне кәдімгідей таңғалып отырмын. Біле, мен сөзім жоқ кәдімгідей. Мен сенен бірдеңе сұрайыншы, сенің ұлтың кім деген сұраққа сен қалай жауап берсің? Арабпын дейсің бе, әлде қазақпын дейсің бе? Сен өзіңнің кім екеніңді білмей тұрсың ғой әңгімеге қарағанда. Ал өзінің кім екенін білмейтін адам, ол адасқан адам. Окей, сен айтып жатсың, Қожа Ахмет Яссауиді, Арыстан бабты, оның бәрімен келсем. Олар ұлы тұлғалар. Бірақ бұлар барша қазақтардың мақтаныштары, жалғыз рудың емес. Сен осыдан 1000 жыл бұрынғы тарихтармен мақтанып тұрсың. Сол кісілерден кейін қазақтармен коллаборация болуымыздың кесірінен, қанымыз бұзылғанның кесірінен дәл солар сияқты тұлғалар шықпай қалды деп тұрсың, яғни біздің генімізді кінәлап. Окей, сен тарихпен мақтанып тұрсың. Онда мен де қазақтардың тарихын айтайын. Ұлы ақын Абай атамыз руы кім? Арғын. Ұлты кім? Қазақ. Ұлы ағартушы қазақтардың көзін ашып кел балалар оқылық деп білімге жетелеген Ыбырай Алтынсариннің руы кім? Қыпшақ. Ал ұлты кім? Қазақ. Тарихты ғана қозғамай қазіргі кездің тұлғаларын айтайық. Өзіңнің әріптесін қазақты әлемге таныстырып жүрген Димаш Құдайберген бауырымыз кіші жүзден. Ұлты кім? Қазақ. Сен мықты болсаң солайынан шығып руыңды неге көтермейсің? Саған мыңдаған мысал келтіре аламын да, бірақ бұл жерде бір нәрсе айтқым келеді. Олардың ешқайсысы өзінің руымен мақтанып қазақтан бөлінген емес. Ал кез келген қазақтан шыққан тұлғалар, олар көздері ашық, білімге толы, өнерлі адамдар. Тойский әншілер сияқты фейк емес. Сонымен қатар қазақты қара депсің. Қазір қожалардың көп жігіттері қарадан алып жатыр. Қарадан алып жатыр. Әбжаппар, сені асырап отырған сол қара қазақ емес па? Тойына шақырып, сен фонограммамен айтатының бар, оған бәрі көз жұмды, ең болмағанда сана сезімі жоғары азамат шығар десек, ол жағында жетісіп тұрған жоқ екен. Өкінішті, демек саған ауыз көпіртіп бір нәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ деген сөз. Бастысы аман бол, сені асырап жүрген қара қазақ екенін ешқашанда есіңнен шығарма. Ал достар, сіздермен бірге болғанмен АВ Адикус арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, бізбен бірге болыңыздар. Қазақша YouTube жасасын. Қазақтан алып қойды да аталарымыз.